Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер техниктер туристер станциясы, қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазылы. Бүгінгі қашықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адам ағзасына салмақ түсіре жасалатын жаттығулар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты адам ағзасына салмақ түсіре жасалатын жаттығуларды ұғындыру. Сабағымыздың барысы дене жаттығуларының адам ағзасына әсері. Дене жаттығуларының адам ағзасына тигізер пайдасы. Дене жаттығулары және зат алмасу процесі. Қозғалыстың аздығының салдары. Адам ағзасына салмақ түсіре жасалатын жаттығулардың көрінісі. Дене жаттығуларының адам ағзасына әсері. Қозғалыс адам ағзасының негізгі стимуляторы болып табылатыны белгілі. Қозғалыс жеткіліксіз болғанда әдетте физиологиялық функциялардың әлсіреуі байқалады. Ағзаның тонусы мен тіршілік әрекеті төмендейді. Жаттығулар физиологиялық үдерістерді белсендендіреді және адамның бұзылған функцияларын қалпына келтіруді қамтамасыз етеді. Сондықтан физикалық жаттығулар бірқатар функционалдық бұзылулар мен аурулардың алдын алу құралы болып табылады. Дене жаттығуларының адам ағзасына тигізер пайдасы. Физикалық жаттығулар бұлшықеттің барлық топтарына, буындарға, байламдарға әсер етеді. Бұлшықеттердің көлемі, олардың икемділігі, күші және жылдамдығы артады. Жүрек, өкпе және басқа органдар мен ағзалар жұмыс істеуіне оңды әсер етеді. Сол арқылы адамның функционалдық мүмкіндіктерін, оның сыртқы ортаның жағымсыз әсерлеріне қарсы тұруын арттырады. Дене жаттығулары және зат алмасу процесі. Дене жаттығуларымен тұрақты айналысу бірінші кезекте тірек қимыл аппаратына, бұлшық етке әсер етеді. Дене жаттығуларын орындау кезінде бұлшық еттерде жылу пайда болады. Бұл ағзаға тер бөлінуіне алып келеді. Физикалық жүктемелер кезінде қан айналымы жақсарады. Қан бұлшық етке оттегі мен қоректік заттарды жеткізеді. Олар тіршілік ету процесінде энергия бөле отырып ыдырайды. Бұлшық еттердің қозғалысы кезінде қосымша резервтік капиллярлар ашылады. Қан айналымы мөлшері айтарлықтай артады. Бұл зат алмасуының жақсаруына әкеледі. Қозғалыстың аздығының салдары. Егер бұлшық еттер жаттықтырылмаса, шынықтыру әрекеттері жасалмаса, бұлшық етке қажетті ақуыздардың деңгейі төмендеп, бұлшық ет көлемі мен күші азаяды. Икемділік пен серпінділік төмендейді. Қозғалысты шектеу, пассивті өмір салты адам ағзасындағы әртүрлі патологиялық өзгерістерге алып келеді. Иық бұлшық еттеріне арналған жаттығу. Қалай орындау керек? Екі қолға гантельді алып, құс қанатын қаққандай қимылдар жасаймыз. 6-12 рет қайталаймыз. Белге арналған жаттығу. Гантельді қолымызға алып, қолды төмен сүреміз. Дені сәл бүгіп, гантельдерді еденге жеткіземіз. Бастапқы қалыпқа қайта барып, қимыл қозғалысты қайталаймыз. Жаттығуды 6-12 рет аралығында қайталап жасаймыз. Сан бұлшық еттеріне арналған жаттығу. Гантельді бір шетінен екі қолмен ұстап, қолымызды төмен сүреміз. Толық емес отыру жасап, содан кейін баяу бастапқы жағдайға ораламыз. Арқаны тура ұстаймыз. Аяқ және иық бұлшық еттеріне арналған жаттығу. Гантельді қолымызға ұстап, оны еденге түсіреміз. Тізенің арасынан өткізіп барып, жоғарғы қарай көтереміз. Жаттығуды бірнеше рет қайталаймыз. Сақтық шараларын ұмытпаймыз.
Қол және арқа бұлшықеттеріне арналған жаттығу. Қолымызға гантельді алып, денеміз еденге параллель болатындай тізелерімізді сәл бүгеміз және арқамызды түзу ұстап, гантельді төмен және жоғары баяу көтереміз. 6-12 рет қайталауды ұмытпаймыз. Сабағымызды қорытындылай келе, жаттығу үнемі ертеңге немесе келесі күнге дейін кейінге қалдырғымыз келетін жағымсыз процедура болмауы керек. Қимыл қозғалыс біздің өміріміздің ажырамас қолжетімді және жағымды бөлігіне айналуы қажет. Жаттығу үшін ең жақсы уақыт бізге сәйкес келетін уақыт. Біз үшін спорттық кесте неғұрлым ыңғайлы болса, жаттығуды өткізіп жібермеу ықтималдығы жоғары болады. Күн сайын бір уақытта шынығу өте маңызды. Үнемі жаттығу жасау әдетке айналып, шынығу үйреншікті жағдайға айналады. Бұл бізге қуаныш, қанағат сезімін сыйлайды және біздің өмірімізді ұзартады. Құрметті оқушылар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.